Степногорск қаласында бизнесті дамыту үшін Алтын Алмаз компаниясы жергілікті кәсіпкерлер мен өнеркәсіп кәсіпорындарына бірлесіп әрекет етуді ұсынды. Бұл шағын және орта бизнестің кәсіпорындарымен ынтымақтастығын күшейтуге және өңірдегі кәсіпкерлік үшін даму әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Бұдан басқа өнеркәсіпшілер мен кәсіпкерлердің құқығы қорғалып, мүдделері ескерілетін болады. Очень хорошее предложение, я думаю. Менің ойымша өте жақсы ұсыныстар. Бұл тек бастамасы ғана. Енді бізде нормативтік құқықтық актілерге қатысты мәселе қалды. Бізге түрлі бағыт бойынша шағын бизнес және қаладағы ірі кәсіпорындар тарапынан түрлі ұсыныстар түсіп жатыр. Іс-әрекет ету саласына шектеу жоқ, сондықтан жұмыс ауқымы өте үлкен. Бүгінгі күні біздің кәсіпорындардың көлеміне қатысты тоқталып қалу міндетті емес деген мәселе айтылды. Өңірдің жергілікті азық-түлік тауарын өндірушілері мен фермерлері бүгінде компанияның өндірістік бөлімшелерінің қажеттілігін өтей алады. Алдағы уақытта жергілікті өндірісті әртараптандыруды және басқа да сұранысқа ие азық-түлік тауарларының түрін енгізуді қарастыруға болады. Степногорск өңірі кәсіпорындарының аграрлық өнімін Алтын Алмаз компаниясы қазірдің өзінде сатып алуға дайын. Единая кооперация. Ауыл шаруашылығы бірлестігінің бірыңғай кооперациясы мен Алтын Алмаз компаниясы бастамашыл. Бипромзон компаниясымен картоп өсірумен айналысамыз. Осы идеяны қолдаймыз. Өндірушіден тікелей жеткізушіге, яғни делдалсыз. Сондықтан жұмыс тобы құрылды. Көптеген зауыттар мен кәсіпорындар біздің өнімді алады. Сондықтан жергілікті өндірушілер бұл бірлестікке дайын. Ірі кәсіпорындардың айналасында отандық шағын және орта бизнес экожүйелері құрылып жатыр. Мемлекет үшін шағын және орта бизнес тұрақты жұмыспен қамтып, салық базасы және жергілікті бюджетті толықтыруда маңызды рөл атқарады. Өнеркәсіп кәсіпорындары тұрақтылық және мақсатқа қол жеткізудің негізгі факторы. Тауар өндірісі көлемінің тұрақтылығы мен сенімді серіктес ретінде бизнестің де артықшылықтары бар. Қауымдастық құру идеясын энергокомплекс, сондай-ақ жергілікті кәсіпкерлер, Қазақстан жылыжай технологиялары, Степногорск жұмыртқасы және шаруа қожалықтары қолдады. Пилотным проектом мы решили выбрать. Пилоттық жоба аясында біз азық-түлік тауарларын таңдадық. Бүгінгі таңда бұл қала экономикасының жеткілікті дамыған секторы. Кейінге қалдырмай бастай береміз. Сондай-ақ шағын және орта бизнес барлық бағыттарын қарастыруға дайынбыз. Өңірдің дамуына қатысуға, өз үлесімізді қосуға дайынбыз. Алтын Алмаз компаниясы шағын және орта бизнесті нарыққа шығару үшін қаржылай қолдау көрсетеді. Сонымен қатар өңірдің тауар өндірушілеріне арнайы техника мен жабдықтарды беруге дайын екендерін мәлімдеді. Бұл өндірістік базаны кеңейтуге және озық технологияларды енгізуге мүмкіндік береді. Салтанат Бейсенова, Әйгерім Бегенова, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.